Сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы видеода «Тысяча слов» фильмінің қысқаша сюжетін айтып беретін боламын. Чем больше ты болтаешь, тем больше падает листьев, тем тебе хуже. Джек Маккол кітап сату агенттігінде жұмыс жасайды. Ол кез келген адамды сөйлете алады, және ол өмірінің көп бөлігін әңгіме айтумен өткізеді. Джектің өзі жақсы көретін кішкентай ұлы және әйелі бар, және ол бала тәрбиесіндегі жауапкершілікті әйелінің мойнына артып қойған. Тіпті ол кофеханада кезекке тұрмас үшін ұялмастан бала босандыруға кешігіп келген әкенің рөлін сомдайды. Джек психологқа барады, және ол жерде де аузы жабылмастан өзі жайында және өзінің жұмысы жайында әңгіме айта береді. Ол жұмысқа барып, машинасының кілтін автотұрақ кезекшісінің қолына береді. Сонда автотұрақ кезекшісі кітап жазған екен, және бұл кітабын бағалау үшін Джекке береді. Ал Джек болса өзінше қолын босаған кезде дәретханада оқырмын деп кетіп қалады. Жұмыста Джектің көмекшісі Арын деген жігіт бар, және әр күні Джек Арынға таңғы астың ішіндегі мини суфлелерді бөлек алып таста деп бұйырады. Қысқасын айтатын болсақ, Джек өзін ғана ойлайтын өзімшіл адам. Жиналыста Джек бастықтарды рухани емші дәрігер Синджімен келісім шартқа отыруға көндіреді. Дәрігер Синдж жақында кітап жазған екен, ал Джек ол кітапты оқымастан бұл кітап бізге керек дейді. Ертесіне Джек дәрігер Синдждің медитациялық сабағына өзі қатысады. Дәрігерді құлақтан теуіп, медитациядан керемет әсер алдым деп алдағысы келді. Дәрігер болса, оның өтірік айтып тұрғанын бірден сезіп қояды. Болмағасын Джек бірден әңгіменің ашығына көшеді. Сонда Джек дәрігерден кітапты өздеріне өткізуді сұрайды. Және кітапты оқып шықтым, керемет кітап екен деп тағы да құлақтан тебеді. Дәрігер Синдж бас тартады, және Джекке тыныштал және айналаңа зер салып қарашы дейді. Джек талға жақындап, бұның барлығы маған қызық болып жатыр деп лапшаны ілдіре береді. Осылайша Джек талды ұстай бергенде қолына тікенек кіреді. Ашуланып талға ұрса жөнеледі. Сонда дәрігер Синдж айтады: ағаш орнынан қозғалмады, біз өзіміз тағдырымызды қолдан жасаймыз дейді. Бірақ Джекке бәрібір, ол ақыры дәрігерді көндіреді, сөйтіп келісім шартқа отырады. Сосын Джек қарттар үйіне келеді. Бұнда оның анасы бар еді. Анасы Джекті танымай, ол өзінің қайтыс болып кеткен күйеуі деп ойлайды. Джек әкесін аса жақтырмайды, себебі ол отбасын кішкентай кезінде тастап кеткен болады, және Джекке көп көңіл бөлмеген. Джек анасына: мен сенің балаңмын ғой, күйеуің емеспін дейді. Бірақ анасы түсінбеген күйі қала береді. Джек үйіне келеді. Кешкі ас кезінде әйелі: жақсы бір үйге көшейікші деп суретін көрсетеді. Баламыз үшін де қауіпсіз болатын еді дейді. Бірақ та Джек бұл нәрсеге басын қатырғысы келмейді. Одан да үйімізге жақсылап бір жөндеу жұмысын жасайық дейді. Күтпеген жерден жер сілкінісі болды, және үйінің алдына қараса, қолына тікенеге кірген тал өсіп тұр екен. Ал келесі күні өзінің жайсыз сезінген күйі жұмысқа келеді. Онымен қоймай, көзі бақырайған күйі Синджаның кітабы 5-ақ парақтан тұратын біледі. Сосын ол ашуланып бұлқан-талқан болып Синджаға келеді. Джек айтады: жұмыс бұлай жүзеге аспайды, және кітапты айналымға өткізу мүмкін емес дейді. Және әңгіменің арасында: әлгі ағашты не үшін менің үйіме жібердің дейді. Синджа таңғалып: бұл нәрсені мен жасаған жоқпын дейді. Осыдан кейін Джек бір сөз айтатын болса, бір жапырақтан түсіп отырғанын байқайды. Ал Джек болса алғашында сенгісі келмейді, бірақ кейін өзінің көзі жетіп таңғалады. Сонда Синдж ойланып тұрып: екеуіңді бір нәрсе байланыстырады дейді. Және ағаштың үстінде шамамен 1000 жапырақтай бар дейді. Ал енді осыдан кейін Джек 1000 сөз айтатын болса, жапырақтың барлығы түседі. Соның кесірінен Джек те қайтыс болады деген болжам жасайды. Синдж бұл жағдай туралы монахтардан сұрап көрейін дейді. Ал әзірге Джектің шаруасы оңай емес. Енді ол сөздерін үнемдеу керек. Таңертең Джек әйеліне хат жазып қалдырады. Соның өзінде жапырақтардың түсіп жатқанын байқайды. Кофеханада Джек өзіне не керек екенін ыммен түсіндіргісі келді. Бірақ сатушы оны өзінше түсініп, Джектің қолына заттарды толтырып береді. Джек оған қатты ашуланады, бірақ түк те істей алмайды. Жұмысқа келгенде Джекті көлік тұрағының қызметшісі күтіп алады, және өзінің жазған кітабы туралы сұрайды. Джек болса сөздерін шығындағысы келмей, жай ғана түрін тыржитады. Сонда қызметші Джекке бұл кітап жеркенішті көрінді деп ойлап қалады. Джек Арынға өзінің сөйлей алмайтынын көрсетеді. Арын болса Джекті ауырып қалды деп ойлайды. Сосын серіктестерімен кездескенде оларға бар жоғы 3 сөз айтады. Әрине серіктестері бұл сөзді түсінбейді. Сол үшін де Джек осы 3 сөзді 3 рет қайталауға тура келді. Сосын ағаштың үстінде тиындар жүгіріп жүрген себепті бұл
Джекке әсер етіп далаға қашып кетеді. Ал кездесуге Джек Арнды алып барады, өзінің орнына Арн сөйлесін деп. Бірақ Арн өзіне көп алып қудыртады. Соның кесірінен кездесу сәтсіз аяқталады. Ал үйіне келсе, әйелі Джекпен сөйлескісі келеді. Ал Джек болса сөйлей алмайды. Джек сөйлемегесін әйелі ашуланады. Сонда Джек бір-екі сөз айтып тал туралы түсіндіргісі келді. Бірақ бұдан түк шықпай әйелі ренжіп қалады. Сосын Синджға хабарласады. Ал Синдж болса ешқандай хабар жоқ екенін айтады. Бұны естіген Джек жылармандай болады. Ал келесі күні Джек дайындалып барып кофеханаға өзінің сөзін жақсылап жеткізеді. Ал жұмысқа барғанда сөйлейтін ойыншықтардың арқасында телефон жиналысында жақсы атқарып шығады. Сосын Джекті әйелі қонақ үйге шақырады. Ол Джекке арнап романтикалық кешкі ас ұйымдастырған екен. Ал Джек болса кездесуде еш нәрсе айтпаған үшін әйелі тағы да ренжіп кетіп қалады. Джек дәрігер Синдждің кітабы жайында келісім жасауға келеді. Және дәл осы кезде ағашқа бақташы химия сеуіп кетеді. Соның кесірінен Джек ішіп алған адам секілді қисаңдап отырады. Джектің сыбайластары кітаптың 5-ақ парақтан тұратынын біліп, ешқандай келісімшарт болмайды деп кетіп қалады. Ал осы жағдайдан кейін Джектің бастығы Джекті жұмыстан шығарып жібереді. Сосын ол Арнды шақырып алып, оған ағаш туралы түсіндіреді. Әрине Арн оған сенбейді. Сосын оны түсіп жатқан жапырақтарды қарап отыр деп қалдырып кетеді. Осыдан кейін Джек қайырымдылық жасай бастайды. Джектің ойынша қайырымдылық жасайтын болса, жапырақтар түсуін тоқтататын сияқты. Бірақ сонда да ол өзімшілдік қасиетін жоғалтпаған еді. Сосын Арн хабарласқанда, сен сөйлеген сайын әлі де жапырақтар түсіп жатыр дейді. Дәрігер Синдж келеді. Ешқандай жақсы жаңалық жоқ екенін айтады. Джектің жағдайы туралы ешкім ештеңе білмейді дейді. Сосын Джекке қарап, сен өзімшілдігіңді қой және айналаңдағыларға көз жүгіртіп, оларға да көңіл бөліп қой дейді. Джектің көңілі қатты түсіп, үйіне ішіп келеді. Және ағашқа ұрысып, енді қайтып сөзімді үнемдемейтін боламын дейді. Бұны көрген Арн Джектің аузын жабу үшін оны ұйықтатып тастайды. Джек таңертең оянса, аузына скотчты жабыстырып кеткен екен. Сосын талға келіп қараса, кішкентай бұтағында шамал ғана жапырақ қалған екен. Осылайша өзінің уақыты аз қалғанын біледі. Ол ашулануды қойып, талға су құяды және отырып, талмен сыр шертіскендей болады. Осыдан кейін Джек Синдждің кітабын оқиды. Өзінің қателіктерінің барлығын түсініп, сол қателіктермен жұмыс жасауға кіріседі. Бірінші болып өзінің отбасына келеді және әйеліне біз мәңгілік бірге боламыз дейді де жүре береді. Сосын ол кофеханаға келіп, алғысы ретінде сатушыға Битлстың жазбасын береді. Ал сосын көлік тұрағында қызметшіге келіп, сенің кітабың өте керемет жазылған деп айтады. Талдағы жапырақтар өте аз қалды. Сосын ол көшеге соңғы рет серуендеуге шығады. Жүріп бара жатып екі қарт адамды көреді. Осылайша анасы есіне түсіп, қарттар үйіне келеді. Анасы болса Джекті әлі де өзінің күйеуі деп ойлайды. Ал Джек болса өзінің баласы екенін айтпай күйеуі болып сөйлесе береді. Және анасы, саған Джек қатты ашулы екенін білесің бе дейді. Сөйтіп әкесінің Джекті жақсы көретінін айтады. Және өзінің Джекті мақтан тұтатынын айтады. Осы кезде Джек қатты қуанады, ал анасы болса оның Джек екенін байқап қояды. Сосын Джек орнынан тұрып анасын сүйіп онымен қоштасып кетеді. Сосын әкесінің моласына келеді. Және осы жерде бүткіл ренішін тастап, әкесін кешіретінін айтады. Осылайша жапырақтардың барлығы жерге түсті. Джек те құлап түседі. Бірақ та Джек өлген жоқ. Сөйтіп телефонды көтерсе, Арн хабарласып, талдың жапырақтарға толы екенін айтады. Шамалы уақыттан соң Синджмен кездесіп, оған алғысын айтады. Арн болса жұмыста көтеріліп, Джектің орнына отырған екен. Бірақ Джекке бұл нәрсе маңызды емес. Ол ағаш туралы кітап жазып, Арнға тапсырады. Арн болса бұл кітапты жарыққа шығарамыз деп уәдесін береді. Джек өзінің отбасын әйелі армандаған үйге алып келеді. Сосын бұл енді біздің үйіміз, біз осы жерде өмір сүреміз дейді. Әйелі болса Джекті кешіріп, оның жақсы жаққа өзгерген үшін қуанады. Осылайша біздің киномыз аяқталады, достар. Бұл